Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Бүгін бізде өте қызықты сұхбат болайын деп тұр. Менің қонағым Мұқан Мамытхан. Көп жыл бойы оралмандармен айналысады. 26 жыл бұрын кісі Қытайдан өз көшіп келген. Осы туралы ұзақ әңгіме болайын деп тұр. Өзекті мәселелерді көтерейін деп тұрмыз. Алаға сол жұмысыңызды айтып берсеңіз. Енді жаңағы 26 жылдың алдында елге оралды деп айтып жатырсыз. Әрине солай. 90 жылы еліміз егеменді болғанда сол жақта жатқан, Қытайда жатқан 1,5 миллионнан артық қазақ барымыз қуанғанбыз. Соның ішінде зиялылар 3 күн 3 түн қуанып жаңағы шампанымызды атып есімізден ауа қуанған жағдайымыз бар. Сол аурудың кеселінен сол арғарай асқына отанға оралуға тура келді. Сол себепті елге 96 жылы барлық жұмысымды тастап отанға балаларымды әкеліп осы туған елге өскен жерге қосайын деп алып келген жағдайым бар. Ал енді келгеннен кейін мені бұл жақта ешкім күтіп тұрған жоқ әрине. Ол жақта үлкен лауазымды жұмыстар атқардым. Жарайды енді арғарай малымды бағып, жерімді жыртып, жұмысымды жалғастырам ғой деп ойлағанмын. Балаларымды оқытсам, елімді жеткізсем, солда жетеді деп. Бірақ келгеннен кейін бір жылға жетер-жетпестен Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы деген қоғам бар еді. Бұрынғы президент оның төрағасы болған. Найманбаев? Жоқ, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Одан кейін Қалдарбек Найманбаев оның бірінші орынбасары болып жұмысты жүргізді. Сол кісі жұмысқа шақырды. Мен 2004 жылға дейін, ол кісі қайтыс болғанға дейінгі аралықта ол кісіге көмекші болып жұмыс атқардым. Сол кезде деген қандастардың отанға оралу мәселесі көтеріліп жатқан кез, Қалдарбек ағамызбенен бірге ұзақ жыл сол қандастарды елге оралту жұмысымен айланыстым. Ол туралы өтіп жатқан нәрселерді білеміз. Мен мысалы қазіргі мына соңғы жылдардағы қандай өзекті мәселелер бар? Соңғы жылдар естілмей кетті ғой. Осы жаңағы сол үлкен көш, жаңағы қауырт келіп жатқан көш, мысалы 11 жылдан бері қарай тоқтады деп айтуға болады. Көш. Не себептен? Не себептен дегенде бұған үлкен екі түрлі себеп болды. Біріншісі біздің өкіметтің өзі бұған құлықты болмады деп ойлаймын. Қазақстан өкіметі көшіріп алуға. Екіншісі осыған жауапты болған жаңағы органдар, яғни көші-қон комитеті, яки болмаса Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы, осы секілді органдар бұны көшіріп алуға жаңа құлықсыздық танытты, әлі белсенді жұмыс атқармады. Оған қандай себеп? Қытайдың әсері ме? Жоқ. Әлде өзімізде қаражат жетпей ме? Жоқ, бұда Қытайдың әсері деп айта алмас едім, өйткені Қытай оны бұрында қазақтардың көшуіне кедергі жасаған жоқ. Ол тек Қытай қазағына ғана қаратылмайды ғой көш. Ресияның қазағы бар, Монғолияның қазағы бар, Өзбекстанның қазағы бар деген секілді бұл қазақ көші Қытай емес, барлық елдерден болуға тиісті. Міне осының барлығы келем деп тұрған осындай жағдайды менше қабылдай алмағаны экономикалық жағдайы болды ма, жоқ саяси жақтан алғысы келмеді ме, ол мәселесі түсініксіз. Айту көш тоқтап қалды деуге болады. Мүмкін сонда Қазақстанда мына 11 жыл айтып тұрсыз ғой тоқтап қалды деп. Жаңаөзенде оралмандар су көтерді деп. Мүмкін содан пікір өзгерген шығар? Мүмкін, бірақ ол жаңсақ айтылған пікір. Дәл сол кезде Жаңаөзендегі мәселені кімге жабатынын білмей, бұны тек қана не болса да сұрауы жоқ, шетелден келген қандастарға, оралмандарға жаба салайық деген идеядан келіп туған болуы мүмкін. Сол себепті әйтеу иесі жоқ осыларға жауап, содан құтылайық деп, оралмандар мәселесі сол суды көтерді деп пәле жапты. Бірақ нәтижеде ол жерде ешқандай қандастар оны көтерген емес. Бірен саран болмаса ол жерде үлкен қандастардың тобы да жоқ. Аға, мен осындай сұрақ болып тұрды.
кейбір адамдар мәселе ұлтта емес айтып отыр, Қазақстаннан білімді адамдар, білімді ұлттар, неміс, орыстар кетіп жатыр, оның орнына оралмандар, қандастар келіп жатыр, бірақ жоғары білімі жоқ, қолдарынан түк келмейді, Қазақстан экономикасына ешқандай пайдасы жоқ деп, осындай ойды сіңіріп жатыр. Бұл барып тұрған жаңсақтық, қателік деп айтар едім. Себебі бұл екі түрлі мәселеден шығып отыр деп ойлаймын. Бірінші, сол қандастардың ішіндегі зиялы, өте білімді адамдар біздің орнымызды иемдеп кету мүмкін деп ойлау мүмкін. Екіншісі, Совет одағынан қалған жаман әдет бар. Шетелден келген, әсіресе Қытайдан келген қазақтарға күмәнді көзбенен қарайды. Сенбейтін осы мәселеден келген деп ойлаймын. Себебі о жақта, мысалы, өзіміздің ішімізде небір жоғары университет бітірген, алдыменен жаңа мен өзімді айтайын, Иле педагогика университетінің филология факультетін бітірдім 4 жыл. Одан кейін Пекинге барып ұлттар университетінде 2 жыл білім асырып оқыдым. Ұлттар университеті деген бет алдадам оқи беретін университет емес, ол біздің мына Казгудан да жоғары университеттер. Сапасы. Ал енді ондай оқып келген адам бұл жерде сапасыз деп айтуға келмейді. Мәселе жерде. Ал енді Нәбижан Мұхамеджан деген ағамыз бар, мысалы, тарих ғылымдарының докторы. Жаңағы ол секілді бірнеше жігіттер бар, ошада көп енді. Ол зиялылардың бәрі де 2-ден университет бітірген жігіттер. Олар өзі Қазақстанда орын тапты ма? Олар Қазақстанда орын тапқан емес, қайта олардың орны барахолка болды. Барахолкаға жаңағы саудамен шұғылданып кетті, жаңағы мал бағып кетті кейбіреулер. Енді жан бағу керек болды. Ешкім елемегеннен кейін. Мемлекет сол ғалымдарды, білімді адамдарды дұрыс пайдаланбаған жоқ. Дұрыс байланбағандағы жаңағы айттым 2 нәрсе. Біріншісі, оның білімін мойындағысы келмеді. Ол Совет одағынан қалған ауру, шетелдегі бүткіл дүние жүзінде Совет одағынан басқа адамда оқу жоқ, Совет одағынан басқаларда ғалымдар жоқ, басқалардың бәрі құлдық өмір сүрген. Онан кейін екіншісі, жаңағы шетелдегі, әсіресе Қытайда қазақтар сенімсіз дегеннен келіп шыққанда олар жұмысқа орналастырып келмеді. Қытайда қазақтар агент деп айтып отыр. Агенттік деп айтады, мысалы, кейбіреулер. Бүгінге шейін сенбейді деп айтуға болады. 30 жылға дейін. Бұның барлығы біздің Қазақстан өкіметінің жаңсақтығы, әрине болуы мүмкін ондай адамдар. Бірақ 90% Қазақстан мемлекетіне адал екендігінде ешқандай дау жоқ, күмән жоқ оған. Оған сенімсіздік таныту, ол халыққа топырақ шашқанмен бірдей деп айтуға болады. Көпке топырақ шашқанмен бірдей деп айтуға болады. Қазақтар айтады ғой, көпке топырақ шашпа деп. Ол сондықтан осындай деп қараса болады. Әрбір қазақ жалғызым дейді ғой. Сонда шетелде әлі де бір 5 миллиондай қазақ бар. Солар келсе, біздің демографияға өте қатты әсер ететін еді ғой. Әрине, мемлекет біздің ұлан-ғайыр даламыз бар. Қазақстан мемлекетінің территориясы 1 миллиард халық емін-еркін жан бағатындай территория бізде бар. Бірақ бізде 19 миллион халық бар. 19 миллионның 11 миллионынан астамы гәне қазақтар. Осы ұлан-ғайыр даланың иесі қазақтар. Дұрыс. Осы ұлан-ғайыр даланы сақтап қалмау мәселесі, мәңгілік ету, етпеу мәселесі ол қазақ ұлтының мойнындағы үлкен жауапкершілік. Ұлттық қауіпсіздік. Ұлттық қауіпсіздік. Осыны сақтаудың бірден бір жолы қазақ халқының демографиясының арту мәселесімен тікелей қатысты. Егер біз өзіміздегі 11 миллион қазақтың ішіне шетелде 5 миллионнан артық 6 миллион деп қояйық. 6 миллион қандас әке болсақ, біз 17 миллион қазақ болар едік. Әгер 17 миллион қазақ жылына 1 миллион, яки жарым миллион өсіп отырса, біз 50 жылдың ішінде 50-60 миллион халыққа жетер едік. Онда біздің демографиямыз өскеннен кейін отанымыздың тұтастығына ешкімде кедергі жасай алмайтын еді. Міне осыны біздің өкімет жетіп түсініп білу керек деп ойлаймын. Міне сол үшін де біз шетелдегі қазақтарды бірінші осы тұрғыда әкелуіміз керек. Екіншісі, мемлекеттің дамуы ол ұлттың, халықтың көбіне байланысты. Ал қазір өкімет қандай көмек жасап отыр? Тіпті
Жоқ болып кетті ме? Ал енді әзір үкімет жаңағы бұдан бұрын 20 мың квотаға шейін бөлінген отбасына. Соның арқасында 1,5 миллион қазақ келді. Бірақ дәл қазіргі кездерде осы 5 жылдың ішінде 80 мың адамға квота бөліп қойды. Жылына ма? Иә, жоқ, 5 жылға. Ол аз ғой. 80 мың деген сөз жылда бір 10 шақты мың отбасына деген сөз. 15 мыңдай. Иә. Бұл жерден не кеп шығады? Мысалы солтүстік мәселесі. Солтүстікке көшіру мәселесі. Иә. Бұны мен 20-шы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлына да хат жазғанмын. Шетел ішкі көші-қонменен яки болмаса оңтүстіктің қазағы менен солтүстікті ешқашанда толтыра алмаймыз. Сол себепті солтүстіктегі 7 облысқа біз шетелде жатқан қазақтың 3 миллион қазақты әкесек, әр облысқа 700 мың, 800 мың қазақ отбасы келіп қоныстанады. Сол кезде ол жердің демографиясы онсыз да толықтанады. Сол үшін өжерлерде әрқайсы облыстарда сол адамдарды үй салып, соны үйден қамтамасыз етуге, яки жермен қамтамасыз етуге біздің толық мүмкіндігіміз бар. Бірақ мемлекеттік бағдарлама бар ғой. Мысалы мен естуімше, мен солтүстік Қазақстанда қаланың қасында бір коттеджный бір поселок жасады, құрды. Бірақ өзім барып жатқанда қарағам, және былтыр сол жақта болғанда көргенім, үйлер салынды, бірақ ішінде мына унитаз болсын, су болсын, канализация қостырылған, өтірік жасалған. Мына есіктері осындай кіріп кіресің. Сонда олар ақшаны тонаған ба, сіз оған бақылау жасайсыз ба? Әрине, біздің қоғамдық ұйымымыз тек қана шетелден келген отандас ел деген қоғамдық бірлестігіміз шетелдегі қазақтардың отанымызға көшіп келуге елге және келгеннен кейін олардың қоныстануына, ықтиярқат, азаматтық алуына көмектесу. Біз ол тұрғыдан ешкімді бақылай алмаймыз. Бірақ біз пікірімізді соларда кемістіктерді жоғарыға жеткіземіз. Жаңағы сіз айтқан сұраққа келсек, мен Павлодар және Петропавл облыстарын өзім тексеріп шықтым. Сол салған үйлердің кейбір аудандарға шейін барып, аудан басшыларымен бірге аралап көрдім. Ол расында сапасыз. Мен бұған... Жемқорлық па не? Жоқ, әдейі саясат па? Жоқ, сол кезде мен оған сол кезде пікірімді айтқан себебі жаңағы ол үйді бір ауданнан 10 шақты үй сап қойған. Яки бір ауылдан 5 үй сап қойған. Оның бәрі сапасыз. Сонан кейін ол жерде 80-90 үй бос қалған ауылдар бар. Мысалы, Жамбыл ауданы, солтүстік Қазақстанның. Соның Екатерина деген ауылында 80 үй бос тұр. Бәрі көшіп кеткен. 20 үй қалған жаңа кемпір-шал орыстар. Ар жерде 3 этажды салынған мектеп, керемет мектеп. Ауылдағы сол бос қалған үйлер жабылып қалған. Соны алуға болады. Және оның бағасы да төмен шығады. Соны айтайын деп отыр. Жаңағы 7,5 миллион алған үйден көрі деп айтып жатырмын мен. Сол 80 үйді 500 мың 1 миллион теңге ғана бағасы. Сатып алуға болады. Соны жаңа қандастар жаңа квотамен сатып алады. Алғаннан кейін мемлекет оған бір 500 мың ба 1 миллион теңге көмек ремонт ақысын берсе, 2 миллионға ол қатқан үй болып шығады. Ал 7 миллионға біз жалған үйді салып қойып, үкіметті алдау деген сөз, мемлекет басшысын алдау деген сөз, ол жемқорлық емес немене? Ал сіз президент Тоқаевқа ол туралы айттыңыз ба? Әрине, Тоқаев ол кісіге мен жаңағы қабылдауында жазылдым, бірақ мені о жерге жолатпады. Дегенменен мен қалай жолатпады? Сіз қабылдауына отандас ел деген ұйымды басқарып отырсыз. Қабылдауына кіргізбеді әрине. Не себебі екенін мен білмеймін ғой. Мемлекет басшысы мүмкін қарбалас болар. Мүмкін бізді қабылдағысы бер жағындағылар шындықты айтып қояды деп жібермеген шығар. Соған байланысты мен қатысты орындардың бәріне айттым. Бірақ оларда тыңдайды, жауап жоқ. Себебі олардың көбі сол, мысалы, көші-қон комитеті деп отырған мемлекеттік көші-қон комитеті тек қана келген қандастарға оралман куәлігін береді. Бірінші, екіншісі жаңағы квота бөлінген квотаның қаржысын төменге бөліп береді. Болды. Басқа ешқандай жұмыспен араластырып отырған жоқ. Басқа мысалы неше түрлі бюрократиялық кедергілер бар ғой, соны көмектеспей ме?
шешуге? Егер көмектесетін болса, мысалы, оған бір мисал. Солтүстік Қазақстан, Павлодар облысынан 13 отбасы көшейік деп отыр. Қайтадан. Қайтадан. Иә. Неге деп мен сауал. Қайда? Қытайға дейініп тұр ма? Мүмкін Қытайға қайтып. Маған арыз жазып жатыр олар. Біз көшейік деп. Мен неге деп сұрасам айтады. Әлгі 7,5 миллиондық салған үйге кірген 5 жылдың алдында. Ол кірген кезде олардан сол жылғы бөлінген квота қаражатын өкімет оған бермеген. Соған ораймыз. Екіншісі оған 5 жылдан бері қарай әр айына 10 мың теңгеден жалақы төлеп тұрған. Үшіншісі жаңағы 10 мың теңге? 10 мың теңге айына жалақы төлейді ғой. Бір адамға ма? Иә. Жоқ, бір отбасына, үйге. 10 мың теңге ол түкке жетпейді ғой. Жоқ, енді аналар келген қандастар төлеп отыр мемлекетке. Үйді аренда ретінде беріп қойған. Енді түсіндім, иә. Енен кейін ол үйде жаңағы сапасыз болғаннан кейін олар суық өткеннен кейін сыртын ыстық қалауатпенен ремонт жасаған. 1 миллион, 1,5 миллионға өз қаражаттарымен. Иә. Үшіншісі ол 5 жылдан бері қарай опыраған, тозған мисал. Енді келіп 5 жылдан кейін ол қандастарға не дейді? Сен мынаны қайтадан 7,5 миллионға сатып аласың дейді. Неге? Енді сол жерде неге бөлді ғой, ол үкімет бөлінген. Жоқ, неге деген мәселеде сіз егер жарайды ол сатып алсын, жекеменшікке айландыру, 5 жылға шейін айландыру құқығы жоқ. 5 жылдан кейін айландырар кезде бұрынғы квота тартып қалған ақшасы қайда? 5 жылдан бері қарай ол жалға беріп отырсыз 10 мың теңгеден өкімет алып. Ол ақша неге есептелінбейді? Оның ремонттаған ақысы қайда? Кешіріңіз. Мына қазір айтайын, мен бас прокуратурада көріп отырса, осы мәселе. Мүмкін шынында да мына оралмандарға бөлінген ақшаны пайдаланып, енді өз ақшасына үйлерді жекеменшік міндеттеп отыр, иә? Иә, сатып алу. Оны тексеруге болады. Павлодар облысы дейсіз бе? Павлодар облысы. Мен кеше оларға да айттым, көші-қон комитетіне де айттым кеше. Иә. Сіздер мынаған неге араша түспейсіздер? Ол мықтағанда осы кезде 1 миллион, 1,5 миллиондық қана құны қалды. Соған сатып беріңдер де олар жекешелендіріп алсын. Бұл бірінші мәселе, сақталып отырған. Екінші мәселе, солтүстіктегі қандастар неге бармайды? Яки болмаса солтүстіктен, оңтүстіктен солтүстікке неге халық бармайды? Олар айтады, келсеңіз жұмыспен қамтимыз. Келсеңіз жер береміз. Бәлен түлен бәрі үйіп төгеді. Барғаннан кейін жер бер деп барады ғой. Барғаннан кейін әкім айтады, бір сиырға 6 гектар жер, бір қойға 1,5 гектар жер береміз дейді. Қойыңызды көрсетіңіз, яқыңызды сиырыңызды көрсетіңіз дейді. Ол өзі сонау жерден арып шаршап көшіп келсе, ол 6 қойы, 10 сиыры болып, 100 қойы болса, ол сол оңтүстікке жамбаға бермей ме? Демек, мына шенеуніктер өкімет бекітілген бағдарламаны Жоқ, бұл жерде қисайтып тұрған жоқ. Бұлар заңда солай деп жазылған деп соны атқарып отыр. Бірақ ол жерде бір нәрсе бар. Олар мал алатын жағдай жасасаң, жерін бөліп бер. Бірінші мен айтып отырмын, жерді бөліп беріңіздер. Екіншісі 5 миллионға шейін жеңілдетілген несие беріңдер. Ол 10 сиырды сатып алсын. 10 сиырды сатып алсындағы соның пұлы сүтіменен, мысалы, солтүстік Қазақстанда бір сиырың бір сауғанда 10 литр сүт береді екен. Сонда 10 сиыр алса, ол күніге 100 литр сүт сатады. 100 литр сүтті өз 100 теңгеден болса, 10 мың теңге кіріс. Бір айда 300 мың, соның 150 мыңменен ана өсімін қайтарады. Демек, ауыл шаруашылықта дамытып алады. Бірі дамиды, екіншісі үй сатып алады, ол квотасына берген. Осы үшеуін кепілдікке қойып, адаммен 4-еуін кепілдікке қой дегеннің орнына соларды кепілдікке қойып 5 миллион теңге беруге неге болмайды деп айтып келе жатыр. Бірақ тыңдайтын. Сонда кім кедергі жасап отыр? Бұған әрине жаңағы біздің заңды соған лайықты заң жасамағандығымыз. Екіншісі, әрқайсы облыс, солтүстіктегі облыстар, облыс басшылары осыған ыңғайлы заң жасау керек қой. Жоқ, сіз айтып мүмкіндік жасау керек. Мен оның плюстерін көбін көріп отырмын. Демек, шенеуніктер топас деп айта алмаймын. Ақылды. Бірақ істеп отырған істер осы. Демек, ол оралмандарға қарсы істелген әрекет қой. Мұны енді оралмандарға қарсы істелген деп әлде топастар ма? Айтуға болмайды, бірақ сол
соған сол қандастарды яки болмаса оңтүстіктен солтүстікке баратын адамдарды түбегейлі осы жерге қоныстандырайық деген оларда ниет бар ма жоқ па деген мәселеге келіп тіреледі. Осы әдеттегі бір айту не үшін пайдаланып жатыр ма жаңағы? Солтүстік Қазақстанды қандастардан біреу қорғап тұр. Әлбетте сол мүмкін. Жер жоқ дейді. Мен барып бір талаймен сөйлестім, неге жер жоқ десем, бұрынғы көшіп кеткен адамдар жерді емденіп алған, жекешелендіріп жаздырып алған. Оны ала алмайды. Онда ол Ресейге көшіп кеткен болса, мәңгі бақи сол жер солың мойнында тұра бере ме? Неге оны халыққа бермеске? Түсінбеді. Сонда бұрынғы Қазақстан азаматтары жерді жекешелендіріп сатып алған, паспорт ауыстырып Ресейге кетіп қалды. А жері оларды қалып қалды. Мүмкін солардың жері солардың мойнында қалған, өнімген кейбір байлар миллиондап гектарлап алып алған. Басың жер жоқ. Тағы да бір мәселе шығып тұр. Бұрынғы Қазақстан азаматтары шетелге кеткеннен кейін қазақтың жеріне ие болып қала ма, қалмай ма? Неге олар паспорт тапсырған кезде жерінен айырылмайды? Осы мәселені сіз не ойлайсыздар? Комментарий жазыңыз, және мен ойлаймын, мемлекеттегі адамдар осы сұраққа жауап береді деп. Бұл жерде бір нәрсе бар. Көші-қон заңында, жер заңында 3 жылға дейін пайдаланбаса, жер мемлекетке қайтарылады. Егер олар 3 жыл емес 30 жылдан бері пайдаланбаса, неге оны қайтарып алмасқа? Түк даусыз қайтарып алу керек. Қайтарып алып пайдаланатындарға беру керек. Бүгінгі шейін міне жер мәселесі шешілмей келатқан себептің біреуі осы. Екінші бір мәселе бар. Жаңағы қандастармен айтайын енді. Солтүстікке жұмысқа орналастырамыз, доғдырлыққа, доғдыр болсаң доғдыр боласың, мұғалім болсаң мұғалім боласың дейді. Бірақ біздікілер барады, жаңағы дипломдарын алдыға қойса, сіз мына дипломыңыз Қытайдың дипломы, сіздікі жарамайды. Нострификация жасамай ма? Сіз оны апарып Қытайдың консулына печать тұрғызып беріңіз, яки болмаса сол оқыған мектебіңізден осы оқығаны рас дегенді анықтама әкеліңіз дейді. Дипломның өзі анықтама ғой ол. Неге Қытайдың консулдығы или елшілігі? Консул бұның міндетіне жатпайды. Ол білім министрі берген дипломды консул қалай рас өтірік деп болған печать ұрып береді. Ол дипломатиялық қана орган. Сондықтан олар айтады, біз бұны біздің жұмыс немізге жатпайды. Сонда Қазақстан мен Қытай мемлекеттің арасында келісім жоқ па? Бір-бірін диплом қабылдайтын? Жоқ, бұл жерде сіз түсінбей. Ол жаңа қолында диплом бар. Солай ғой? Сол жердегі көші-қон комитеті яки болмаса жаңағы халыққа қызмет істеу орталығы менен әкіматтан бір комиссия құрып, соны тексеріп, біздің білім министрлігімізбенен соны заңдастырып, ол Қытайға сандалтпай-ақ, консулға сандалтпай-ақ сол дипломды танимыз, танымаймыз десе болды. Тағы да бір рет емтихан тапсыру керек пе, білім дәлелдеу үшін? Дәлелдесін жақсы. Ода тұрған еді. Бірақ қараңыз, міне дүниежүзілік қазақтар ұйымдастығы бар, қауымдастығы. Оның бағана айттық қой жұмыста. Олар неге естілмей кетті? Әлбетте, міне жерде осы сұрақты дұрыс қойдыңыз. Бұл мәселенің барлығын біздің өкіметке бізді қаржыландырмағаннан кейін, өкімет бізді отандас елге тапсырма беріп отырмағаннан кейін, негізгі бұның иесі болған ұйымның біреусі көші-қон, біреусі жаңағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Бұл дүниежүзі қазақтар қауымдастығы алғаш құрылғанда оның жарғысында жазылған шетелдегі қазақтардың жаңағы мәдениеті, әдебиеті, елге келуі, келгеннен кейінгі жұмыстарына көмектесу бәрі жазылған. Бірақ осыған міне осы қауымдастық Қалдарбек Найманбаев ағамыз қайтыс болғаннан кейін өз міндеттерін атқармады бүгінге дейін. Жоқ, ол түсінікті. Бірақ мен естігенімше 90 жылдары айтылған ғой. Фонд құрылып, өкіметтен талай-талай қаржы құйылды. Ол бәрі рас па, өтірік пе? Қайда сол қаржы? Енді бұл жерде жаңағы қауымдастыққа бұндай қаржы бермейді, оны көші-қон комитетіне береді. Фонд қай жерде құрылған? Фонд енді кейін құрылды, 16 жылы отандастар қоры. Енді отандастар қоры құрылды, бірақ отандастар қорының жарғысы бөлек. Ол елімізге келгеннен кейін, қандастардың отанымызға көшіп келгеннен кейінгі жаңағы істеріне көмектесу жазылған. Енді өзіңіз көріп тұрсыз. Менің естуімше ақпарат бар, миллиондаған қаржы бөлінген. Талай ірі компаниялар спонсор ретінде бөлген.
Енді сіз дүниежүзілік қазақ қауымдастығы, сіз отандас ел, басқалар солармен бірге жұмыс істемейсіз бе? Ал енді дұрыс. Сол қаражатты нету керек қой, шенеуніктік қолдарына жабысқамаса. Дұрыс. Мемлекет жаңағы азаматтық қоғамдық қолдау орталығы бар. Соған миллиардтаған теңге бөледі. Қоғамдық ұйымдарға беріңіздер деп. Иә. Қоғамдық ұйымдарға бөлгенде олардың несінде жазылған, мысалы көше тазалау мәселесі, жаңағы жастарды секталарға түсіп кетпеу мәселесі, рухани жаңғыру мәселесі, балалардың оқу мәселесі деп бөледі. Соның ішінде шетелден келген 1,5 миллион қазақ бар ғой. Солар туралы, яғни көш туралы, қазақ көшін қолдау туралы бір тармақ жазылмаған. Неге? Соны айтам, мен неге деп сұрасам, ешкім жауап бермейді. Олардың ішінде де жастар бар, оларды да сектаға бөлініп кетпеу үшін тәрбиелеу керек қой. Әрине олар айтуы мүмкін, елімізге келгеннен кейін елімізбен бірлікте тәрбиеленсе болды ғой, ана жерге бөлгөсін. Жоқ, ондай емес, олардың тәрбиелену ортасы бөлек, бейімделу жағдайы бөлек. Ал енді бізге бөлсе, біз сол қаражаттан алып, солардың жаңа түрлі сектаға бөлінбеу үшін отанымыздың, еліміздің, мемлекетіміздің заңын, жарғысын оларға түсіндіріп, білдіріп отырсақ, ол нұр үстіне нұр. Екіншісі, шетелден келген қазақтардың қоныстануы, оларды көші-қон шақыртуы, олардың ықтияр қаталуына біз көмек жасап отырсақ, жақсы болады. Әрине ол бізге бөлінбейді. Мен былтырдан бері қарай осы мәселені ақпарат министрінің алдына да жаздым. Кеше ғана ақпарат министріне және хат жазып осыны жібердім. Бірақ біздің үнімізді тыңдамайды да. Кешіріңіз, кеше ғана дейсіз. Қазақтар көшкеніне 25 жыл болды. 25 емес, 28 жыл болды. Жоқ, содан бері айтып келем, бірақ содан бері жаңа кеше ең соңғысын және бердім. Бірақ бізді сол тармаққа кіргізіп, баяғы жартас. Баяғы жартас бір тиын бізге былтыр ақпарат министрінде жаңағы бізге ойбай сіздерге көмектесеміз, бюджет жасаңыздар деп біз 51 миллион теңгені біз айттық, осы қаражатты берсеңіз, солтүстікке қазақтардың көшуіне, яки болмаса қандастардың көшуіне біз кепілдік жасаймыз деп. Және ағасы айттыңыз, секталарға бөлінбеу деп. Келе жатқан қандастарда діни, экстремистік, басқа ұғымдарға сенген, сол бағытта жүрген адамдар кіріп кетуі мүмкін бе? Жоқ, экстремизмге біздің адамдар барды деп ойламаймын. Шетелден мысалы келеді, біреулер сондай ұғым бар шығар олар. Бірақ енді түрлі жаңағы діннің ішіндегі ағымдарға барған адамдар болуы мүмкін. Мысалы Ауғанстаннан келатқан қазақтар, Пакистан, басқа жақтан келатқан. Оларды мен көп түсіне бермеймін. Бірақ олар экстремизмге бара қоймайды. Мысалы Қытайдың қазақтары. Олар енді келгеннен кейін, мысалы уахабистерге, яки болмаса тәліптерге сенетін жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ 99% біз әзір өзіміздің баяғы қазақи дінімізде айтып отыр ғой. Өзіміздің жаңа ұстанған байырғы діні салтымызбен келе жатыр деп айтуға. Сол бұрынғы Қожа Ахмет Яссауиде келе жатқан. Әлбетте, содан келе жатыр. Сыйлаймыз да. Әлбетте. Бисмиллахты айтамыз. Оған біз қара жабуына мен ешқашанда оған қосылмаймын да. Мен түсініп тұрмын, мысалы Қытай ол коммунистік мемлекет, ол кезде дін қатты тарамаған. Ал бірақ отандас ел болғаннан кейін тек қана Қытай емес, бүкіл әлемнен келе жатқан, Түркия болсын, Афғанистан, Пакистан, басқа жерден болсын, ол адамдар ол үлкен қауіп емес пе? Мүмкін содан шығар мына отандастар, мына қандастарға кішкене бір күмәнмен қарайтын. Әрине, біз кезінде Афғанстаннан да дүниежүзі қазақтар қауымдастығында тұрған кезде, Қалекең бар кезде Афғанстанда соғыс болып жатқанда да алып келгенбіз қазақтарды. Екіншісі жаңағы Ираннан да қазақтар келді, осы елдің өзінде келді, көрдіңіздер. Бірақ біз оларды жаңағы келген бойда қалай тәрбиелеу мәселесін бірге қолға алуымыз керек. Келді, Қазақстан міне деп жайып жібереміз де, ары қарай оның идеологиясынан мән бермейміз. Яки оны бар. Ана көші-қон комитеті, мысалы қабылдағаннан кейін, ары қарай бақылау жұмыс па әлде бір учет жасайды дейді ғой, ондай жоқ па? Әрине сондай болу керек еді, келген қазақтарды жыл сайын ұйымдастырып,
Мынау Афган қазақтарын, яки болмаса Иран қазақтарын, мына дініміз мындай, біздің саясатымыз мындай деп оларды ұйымдастырып отырса, тіпті заң органдары болмаса да жаңағы біз секілді қоғамдық ұйымдарға бөліп берсе, біз тәрбиелеп отырар едік. Өз қазағымызды да. Өйткені олар жаңағы Қытай өз менталитетімен өсті ғой, олар жаңа біздің тілімізді оңай түсінеді. Жерлік қазақтың тілінен гөрі. Бірақ мен осындай бір сұрақты қойды, менде де көп қазақтарда. Мысалы, шетелден келген қазақтар қандас дейді қазір олар, иә. Қазақтың паспортын алғаннан кейін кәдімгі азамат болмай ма? Әлбетте. Демек, азамат болғаннан кейін біз неге бөлеміз? Сен азаматсың, сен азаматсың, бірақ сен қандассың деп. Міне осы жерде. Ол как будто бы Қазақстан бізде конституция бойынша тыйым салынған ғой адам бөлуге деп. Міне Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін қандас деген мәртебе жойылып, оралман деген мәртебе. Ол Қазақстан азаматы болады. Иә. Солай ғой. Бірақ қағаз түрде. Қағаз түрінде болады, заң түрінде солай. Бірақ оларды жұмысқа орналастыратын кезде, яки билік беретін болса, яки болмаса бір жерге өсіріп қоюға соның шарттары кеп тұрса да, кімір деген сөзіне қарайды да оны тастап қояды. Жұмысқа орналастырмайды. Сонда сіз тыйым оларға кішкене кедергі жасап тұр дейсіз бе? Әлбетте. Кедергі жасамаса олар неге қыруар адамдар неге жұмысқа... Мысалы, жарайды, мүмкін министр әкім болуға қорқатын шығар. Бірақ мен өзім естуімде туысқандар мына Қытайға барып басына операция жасаған. Сонда айтты, Қытайдағы дәрігерлер Қазақстанға қарағанда өте мықты деп. Сол Қытайдағы дәрігерлер неге бізге дұрыстап өсірмедік пе? Әлбетте, міне енді тура осы жерді жақсы қойдыңыз. Мен кезектен бері қарай ойлап келе жатырмын. Әзір Қазақстан Республикасында яки Алматы қаласы, Астанадан тартып olsun мемлекетте керемет дәрігерлер бар. Мысалы, Уатқан деген жігіт бар. Жапониядан ғылым докторлығын алған. Медицина саласы бойынша. Біз жалпы сөйлейік, біреудің насихат жасамай-ақ жалпы сөйлейік. Осындай жігіттерден бір 50-60 жүр. Олар мемлекеттің ешқандай медицина орталықтарына қажет емес. Сондықтан олар жеке докторхана ашып отыр. Мен айтам, солардың бәрін басында біздің денсаулық министрлігі білмей ме ол туралы? Әлбетте білмейді, біліп тұрып істемейді деп ойлаймын. Егер соларды 50 қаншасын біріктіріп әкеліп, шығыс медицина орталығын қоятын болса, операция жасайтын мамандар бар. Ода бізде бірнеше медицина университет бар. Сол жерде шығыс медицина факультетін ашуға да болады ғой. Ашуға болады, сіз орысша білмегендіктен о жерге қазақ тілде. Әлбетте солай болуға тиісті. Бірақ ана Қытайдағы бүкіл оқулықтарды қазақша аударып, ол шығыс медицина бүкіл әлем таныған. Міне турасы осы жері. Неге осыны осы кезге шейін атқармасқа? Ол жігіттер қартайып баратыр әзір. Иә. Білімдері сонымен бірге кетеді. Кетіп бара жатыр. Маманның маманы олар, сол жерде. Ал бізде ол барахолкада жұмыс істеп жүр, яки жеке докторхана ашып алып, үйінде жанын бағып отыр. Неге ол солай? Осы жайында сіз үкіметке бар ма айтатын сыныз? Ja, мен медицина саласы ол жігіттерге көп айттым мен. Өстейік деп, бірақ менің қорқатыным соның бәрін ұйымдастырып келіп, ештеңеге қол жетпесе олар айтады ғой, бекер сандалдық деп. Соларға міне колледждер жатыр ғой, босап жатыр. Иә. Яки болмаса медицина колледждері босап жатыр. Алматыдан сол бір колледждің орнын беріп, мына сендер алыңдар. Өш жерге топтасып, өш жерге бір үлкен медицина орталығын құрыңыздар десе, біз құрып шығуға мүмкіндігіміз бар. Керемет, халыққа пайдасы тиер еді. Мен пандемия кезінде айттым, пандемияда кәрісті министр сайлады ғой. Кәрісті министр сайлаған жағында Уатқанды жаңағы министр сайлау керек, медицина ғылымдарының докторы деп. Міне осындай жігітті біз ондайды пайдаланбадық қой, неге пайдаланбасқа? Дұрыс айтасыз, бірақ Қазақстанда мына кәріс деп отырсыз ғой, Қазақстанда біз ұлтқа бөлмейміз. Ұлтқа бөлмейміз. Жарайды, мен оны ұлтқа бөліп отырған жоқпын. Жаңағы жерде сондай мамандарды біз сондай қиын қыстау кездерде де пайдаланбасақ неге болады? Жақсы. Медицина айттық. Ал енді қазақтар сол Қытай болсын, Монғолияда болсын, олар ауыл шаруашылықта жақсы қызмет еткен ғой. Қазір неге олар ауыл шаруашылықта өзінің әсерін жасамайды? Жақсы, мен оны айтайын мисалменен. Мысалы, Еңбекші Қазақ ауданы, Алматы облысының. Бірінші рет мен 98 жыл еніме үй алдым. Қалдарбек марқұм Найманбаев екеуміз.
Сол кезде айтқам, аға, мен осы ауданды қазақ шетел қандастар көбейтемін. Әзір 20 000 қазақ отыр. 20 000. Асы жайлауына сенбесеңіз барыңыз. Асы жайлауындағы мыңғырған малдың 95% қандастардың малымен толып отыр. Түх, керемет. Еңбекші қазақ ауданның мал шаруашылығының әр базарға барыңыз. Маловодный базарына, Жамбыл ауданының базарына, базардағы үлкен базарлар ғой Алматыдағы. Осы базарлардағы мал бордақылап, базарға мал шығарып отырған қандастар 60%. Міне ауыл шаруашылыққа қосып жатқан есе. Ал мысалы, неге сол ана баяғы жан өзенді болсын, басқа жерге болсын, сол жердегі қандастар неге сондай әрекет жасамайды? Әрине жасап жатыр. Мұнайшылардың ақшасын алып келіп тұр ма? Жасап жатыр, жасайды да. Бірақ біздің ақпарат саласы. Қандастарды мен неге көбіресе ақпаратқа интервью бермеймін? Жылағанды көрсетеді. Бізге мемлекет қамқорлық жасамай жатыр, қайтып көшкелі жатырмыз, ойбай біз құрып жатырмыз дегенді. Солай ма? Байығанды жаңағы 2000 қой айдап отыр, еңбекші қазақ ауданда. Демек, ақпараттық саясат дұрыс емес дейсің. Ол айтады ғой, мемлекет ойлайды, анау басшылар, мемлекет басшысы яки болмаса министрлер, бұл қандастарды әкелсең, бұл жылағаннан басқаны білмейді екен деп. Мал өсіріп, егістікпенен тепелесиялар ашып, мемлекетке жардам көмек жасап отырған, баж төлеп отырған, заводтар ашып отырған қандастар көп. Біз осыларды көп көрсетпейді. Көрсететіні жылағанды ғана. Сонымен кейін ойлайды, қандастарды әкелсек, бұлар жылай береді екен, осыларды қой бас ауыртпайық дейді. Егер солтүстікке осы қандастар барып жер су беретін болса, солтүстік мен ойлайтын едім, 50 жыл бұрын дамып кетер. Аға, осы ақпарат министрлігі және министр Асқар Умаровқа айтылған ұсыныс, осы ақпарат саясатты өзгертсеңіз, естіп отырсыз ғой, қандай пікірлер болып тұр. Осыған мән берсеңіз, 1,5 миллион қандас сізге рахмет айтатын еді деп ойлаймын, Асқар мырза. Ал аға, тағы бір сұрақ болып тұр. Мына өкінішке орай Қазақстанда тұрған қазақтар көп орыстанып кеткен. Жартысы тіпті қазақ тіл білмейді. Әлде шала-шала сөйлейді, шала қазақ деп пайда болды. Мына Қытай болсын, Моңғолиядан келген қазақтар өз тілін ұмытпаған. Сонда не себептен? Неге мысалы біз осында орыстансақ, сіз неге ана жақта қытайшыл болмадыңыз? Бұл жерде екі үлкен мәселе бар. Бірінші мәселе, Қытай деп айтайын, енді өзім көп жасаған, ұзақ жылдар жасаған мәселеде, Қытай саясатында бұрын ұлттар өз тіліменен өмір сүру керек. Ұлтаралық тіл, Қытай тілі, қалған уақытта ұлттар өз тіліменен. Демек, әрбір ұлтқа мүмкіндік болды. Мүмкіндік болды. Өз тілімен сөйлеуге, мысалы, әзірге мәдениетін сақтауға. Жаңағы осы біз тіл туралы таласып жатырмыз ғой, орыс тілі. Орыс тілі емес, қазақ тілі ұлтаралық мемлекеттік тіл. Бірақ әр ұлт өз тілімен сөйлеуге құқықты деп жазып қойса бола береді біздің заңға. Сол себепті болды, біз бірінші өз тілімізді туғаннан бастап ана тілімізді әке-шешеміз бізге үйретті де, екіншісі мал шаруашылық, егін шаруашылықтағы біздің қандастар о жақтағы, ол мүлдем ол сөйлемейді да, қажеттілігі жоқ. Сондықтан ол ана тілді үйреніп, оны оқығандар ғана үйренді, Қытай тілін. Ал оқымағандарға ол онсыз да нанын тауып жеп жүргеннен кейін оған қажетсіз болмады. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі тіл үйрену ол намысқа да байланысты. Дұрыс айтасыз. Ұлт тілінен айырылғанда, жерінен айырылғанда жойылады, мәдениетінен айырылғанда. Біз сол шетелде жүргеннен кейін ұлтымыз тілінен айырылмасын, мәдениетінен айырылмасын деп күрестік. Яки әрбір қазақ өзінің міндеті ретінде күресіп, сол тілді сақтап келді. Мейлі Монғолияның қазағы, мейлі ол жаңағы Қытайдың қазағы. Ал аға, осындай сұрақ болып тұр. Мына бала кезінен естігем, кезінде Абылай хан кезінде жер бөлгенде, сосын Ресей мемлекеті Қытаймен жер бөлгенде, біраз қазақтар сол Қытай жаққа қалып қалды, шекара бөліп кетті. Сонда біздің бір қазақ еліміз, халқымыз, біреулер Ресей империясында, біреулері Қытай жерінде қалып қалды.
бірақ жер қазақтікі. Енді мына Шанхай қалай келісім болды ғой, Шанхай ұйымдастығы. Сонда болғанда, содан кейін қандай өзгеріс болды? Сонда қандай Қытайдағы қазақтардың пікірі? Енді бұл жерде арғы тарихтан айтуға тура келеді. Жаңағы шекараның бөлуіне байланысты ар жақтағы қазақтар, бер жақтағы қазақтарға бөлініп қалды. Солай ғой? Иә. Негізінде Алтайдағы қазақ, Алтай аймағы, Тарбағатай аймағы, Іле аймағы деп 3 аймаққа бөлінеді қазақтар. Бірақ жалпы Іле қазақ автономиялы облысы. Ол ежелден қазақтардың отырақтанған жері. Енді осы жердің ар жағында жаңа қазақтар тарихтан бері өз атамекенінде отырып келе жатқан халықпыз деп ойлайды. Екінші жағы жаңағы 16 жылы, 30 жылдардағы Совет одағындағы жаңа қырғында қашып барған қазақтар бар. Ол басқа. Ашаршылық кезінде. Ашаршылық кезінде жаңағы атқан кезде. Атқан кезде. Енді бұл қазақтар 60 жылы қайтты, 60 жыл, 62 жылдары. Бірақ және көп сансыз қалып қойды. Бұл қазақтарды кейін ойлайды кейбіреулер, осы кезінде қашып кетіп, қайтып келді, жақсы болғанда, ондай емес. Ол шекара екі жаққа бөлініп қалса, ол тарихи себептер екі мемлекеттің мәселесі. Ол қазақтардың мәселесі емес о жерде. Бірінші мәселе. Сіз енді Шанхай бестігін айтып жатырсыз. Шанхай бестігін қол қойғанда, о жақтағы 1,5 миллион қазақ, яки 2 миллион қазақ тұратындығын біледі ғой біздің Қазақстан мемлекеті. Жердің тағдырын шешкенде ұлттың тағдырын неге бірге шешпеді деп ойлаймын мен бүгінгі дейін. Демек аға, сонда қалай болып тұр? Сонда біз Шанхай келісімге кіргеннен кейін, шекараны бекіткеннен кейін, тек қана Қытай емес, Ресей бар, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, сонда бүкіл елдермен шекараны бекіттік, бірақ қандай ой туындап тұр? Бұрында олар қазақтың жері деген, бұл шекараны бекіткеннен кейін сонда біз не? Ресми түрде ол енді Қытайдың жері болып кетті ме, Ресейдің жері болып кетті ме? Соны қалай түсінуге болады? Әрине, шекараға қол қою деген сөз, мына шекараның бер жағы менікі, ар жағы сенікі деп қол қою деген сөз. Ол соныкің жер екенін мойындау деген сөз. Егер оны мойындамаса, ол шекараның не керегі бар? Шекара мойындалды, мен айтайын деп жатқаным жоқ. Жаңшалы Қырғызстандағы деп айтайық, Қырғызстанда қазақ шекара қойғанда, Қырғызстанда қазақ кімнің қазағы деген мәселе. Ол ертең Ол Қырғызстан азаматы? Азаматы, бірақ Қазақстан еліме, отаныма барам десе, оған біз жаңағы қалай? Жоқ, бір нәрсе түсініңіз, қараңыз. Міне мысалы Қазақстан не көп, орыс көп. Егер Ресей ертең Қазақстандағы орыстың құқын қорғаймыз деп бізге қырындаса, біз оларға не деп жауап береміз? Кешіріңіз, бұл қазақтың азаматы, қазақтың азаматы болғаннан кейін, ол тек қазақ заңына бағынады. Ұлты этнос дейді ғой, этносы орыс болса да, бірақ национальность азаматтылығы ол Қазақстан азаматы. Демек, сіздің жұмысыңыз болмады деп. Өйткені Қытай бізге сөйтіп жауап берді ғой. Анау Қытайдағы не дейді ғой, жасады ғой, ұйғыр қазақтар бәрі лагерлерге тықты ғой, тәрбиелейміз деп. Сонда біздің халық шулады ғой, Қазақстанда қазақтар, Қытайдағы қазақтар қиналып жатыр деп. Қытайлар не де айтты? Ол Қытайдың азаматтары, біздің ішкі жұмысымыз кіріспендір деп. Сонда тура солай біз орысқа да айтамыз ғой. Ол Қазақстан азаматы, біздің ішкі жұмысына кіріспендір деп тұр ғой. Қалай оны айтасыз? Мысалы, оған жаңа Қытайда қазақтарды айтайық. Ол тарихтан бері қазақтың Іле қазақ автономиялы облысы деп айтылып келе жатыр. Қазақтың солардың азаматы екендігінде дау жоқ. Олар жаңағы Қытай азаматы екендігінде дау жоқ. Оған ешкім ара түспейді. Бірақ мен айтып отырғаным, шекараға қол қойғанда біздің мемлекетіміз оған мына сұрауды қоя алады. Біз Іле қазақ автономиялы деп аталатын 3 аймақты сіздерге міне шекарада қол қойып жатырмыз. Бірақ ертең осы қазақтар біздің отанымызға көшеміз десе, сіздер не қалай қарайсыздар? Яки, өйткені біз бәріміз бір қазақпыз ғой, ұлтымыз қазақ, мына қазақ мемлекеті. Ертең ол қазақ осы жаққа кетеміз десе, сіз ар жақта ол Қытайдың жері деп қол қойғаннан кейін сіз ол жерге Қытайларды әкелуіңіз деп дау жоқ.
әкелесіздер. Иә. Сол кезде біздің қазақтар мына елімізге кетеміз десе, сіздер қалай қарайсыздар деп, сол жерде осы мәселенің басын ашып алуға болар еді ғой деген мәселемен. Сонда мен сізге сұрақ. Мысалы, Қытайда тұрған қазақ, онда 50 гектар жер болды, ол мал бақты. Енді ол Қазақстанға көшіп келді. Сонда ол қанша Қытайда 50 гектар болды, мен осында да 50 гектар маған жер берін деді бе? Жоқ. Соны айтып тұрсыз ба? Жоқ, өйтіп айтпайды. Жаңағы қазақтарды бүйтіп айтуға болады. Егер мемлекет күшті болса, жер сіздікі, шекараның ар жағы. Бірақ ұлт менікі. Мысалы, Ресей айтады ғой. Иә. Кімде-кім орыс мүддесіне қайшылық жасаса, яки орыс ұлтының тілін қорласа, я өзін қорласа, біз оған араласуға дайынбыз деп. Ол дұрыс па? Сол үшін Украинада соғыс болып жатыр. Әрине. Демек ертең сол сылтаумен Қазақстанда соғыс болуы мүмкін. Әрине. Бірақ мен сізді ойын түсініп тұрмын. Сіз неге айтып тұрсыз? Өйткені Қазақстанда отырып, Қытайдағы жүрген қазақтарды біз қорғауға құқымыз бар деп. Өйткені біз ресейліктер сияқты ойласақ. Бірақ енді өзімізге келсек, онда ресейліктер айтады, Қазақстанда тұрған орыстарды біз құқығын қорғаймыз дейді. Егер ұнамаса, какой-то әрекет жасайды ғой. Ол қауіпті емес пе? Әрине қауіпті. Сол үшін ресейліктің қауібін ойлап, ол бізге керек емес. Демек, Қытайдағы қазақтардың жағдайын уже кішкене басқа көзбен қарай бастаймыз. Жоқ, біз мәселе о жерде, біз оларды о жерде тұрған кезде араласып отырғанымыз жоқ. Қазақстанға көшіріп келген қазақтарды біз, қазақтарды жақсы жерге қоныстандырсақ, жерін бөліп берсек, ол мемлекеттің дамуына есе қосса, оған орыс тілі дегенді білмейсін деген талапты қоюдың қанша қажеттілігі бар. Жарайды, ол Қытайда тұр. Қытайдың қазағы. Ол оған өздері қалай талап қояды, ол оның мәселесі. Бірақ олар көшіп келіп жатыр ғой. Солтүстік облысқа барады. Барады. Ешкім қазақша сөйлемейді, олар орысша білмейді. Сол үшін жергіліктерге кірісе алмайды, түсіне алмайды. Бір адам оған қазақша сөйлемейді. Ал енді оны қалай деп ойлайсыз? Онда мүмкін 10 адам, 20 адам емес, бірнеше мың адам болып нету керек. Сонда хотя бы өзінің бір тобымен барғанда өзімен араласады. Мен бұлай ойлаймын. Жергілікте әсер етеді. Ол үшін бұлай ойлаймын. Солтүстікте. Біз мысалы сол жақта әкім болған жігіттер бар. Ауданның, ауылдың осы жерге келді. Мұғалім болған жігіттер бар. Неге солтүстік облыстардағы бос жатқан ауылдардың әкімдеріне сол қандастардан қойып, сен осы ауылды қандастармен толтыр, мына жерге ауыл шаруашылық, егін шаруашылығын дамыт деп бермеске? Не кедергі? Ол өз тіліңмен сөйле, өз тіліңмен мектеп аш, өз тіліңмен жерді игер деп беріңізге не кедергі? Оның білімі жетіп тұрса, оның басқару қабілеті жетіп тұрса, өзі ұлты мемлекеттің қазақ болса, ал енді сіз неге бермейсіз? Бермейсіз жаңағы. Ойбай одан байқау керек, ол ертең бізді ол барып тұрған дұрыс емес саясат деп ойлайды. Мейлі ол кімнің көңіліне келсе келсін, ол қате саясат. Қазір Тоқаев айтып отыр ғой, жаңа Қазақстан құрамыз деп. Енді мына қандастардың үлесі қандай болуы мүмкін жаңа Қазақстанға? Бұда екі түрлі мәселе бар. Бірінші, жаңа Қазақстан құруға, жаңа Қазақстанға жаңа қазақтар бірінші белсенді қатынасады деп ойлаймын. Жаңа қазақтар. Өйткені ол ескі идеяны қабылдамаған Совет одағының. Жаңа Қазақстанда... Демек, олардың нағыз қазақтылығы сақталған. Сақталған. Қазақ мемлекетін жақсы сүйеді. Отаным деп келіп жатыр. Ештеңке оларға қажет емес еді. Сол тұрған жерлерінде де олар жақсы болған. Бәрін тастап келгенде балаларым, ұрпақтарым қазақ елінде болсын, өсіп өлейін деп келді деп тану керек. Құртайын деп келді, аударайын деп келді деген сөз ол ағас сөбеліндей адамдардың жаман идеясынан туған. Ал тағы бір сұрақ берейін. Соңғы кезде мына қазақтар қайтадан ру жайында, жүз жайында басқа айтып отыр да. Ал қазақтар бұрын мысалы наймандардың өз жері бар, арғындардың өз жері бар, дулаттардың өз жері бар, адайлардың өз жері бар. Сонда олар Иранға болсын, Афганистанға, Қытайға қашқан қазақтар қайтып келгенде айтпай ма? Мен өз жерім кезінде болған, ата-бабаларым сол жерде мал баққан. Сол жерін қайтарыңдар десе, ол қалай? Мысалы,
ана Европада Польшаны айтып тұрмын, Польшада сол бұрынғы кезін айырылғандар қайтадан өзін қайтарып алды ғой. Онда заң түрінде бір рестрикция дейміз, сондай бір сөз бар. Сол бойынша олар кезінде ата-бабалары помещик болған, князь болған, солардың жерлері болған. Қанша 50-60 жылдан кейін қайтадан олар капиталист жол қайтып келгеннен кейін олар өзінің кезінде архивтегі жолын табады. Біздің атамыздың мына жері болды деп сөйтіп қайтарып отыр. Енді бізде бірақ советтік өкімет болып кетті. Бәрі жалпы болып кетті. Жаңағы бірінші сауалға толық жауап айтқан жоқ. Жаңа Қазақстанда. Жаңа Қазақстан дегеннің талабы жоғары. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа идеяларды айтып жатыр. 30 жылдан бері қарай жаңағы көрсеткен органдардың барлығындағы қызметкерлер мемлекетті алдады. Мен әлді айтып келе жатырмын. Өнен кейін оларға сол министрліктен анау мынау құндар мен сындар жайласып алған. Яки соларға сенеді. Жаңа Қазақстанда неге біз енді және 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл мемлекетті алдамай, мемлекет үшін, халық үшін, осы ұлт үшін күйініп жұмыс істейтін болса, жаңа Қазақстан құрылады. Әлі де көне идеяны сақтап, жейін, құртайын, ішейін, жейін, болмаса билігімді сақтап, сөрді шайымды ішіп, көпемді ішіп отырайын десе, жаңа Қазақстан құрылмайды. Сондықтан жаңа идеядағы жаңа адамдарды талдап істету керек деп ойлаймын. Сонда ол жаңа Қазақстан құрылады, бұл бірінші. Жаңа сіздің ойыңызша, жаңағы ұрулар. Қазақ кейбір жағын айтайын. Ұрулық түзімнен социализмға өткен ұлт. Дұрыс айтасыз. Басқа ұлттар, ағылшындар, яки орыстар, басқалар құлдық түзім, феодалистік түзім, капиталистік түзім осының бәрін көріп келіп социализмға өтті. Қазақтар кешеге дейін болыстар басқарып келді, ұрудың басшылары. Яғни болғанда жерді осыланғайыр жер бойынша болыстар менен, тайпалар менен бөлісіп алды да сол бойынша отырып келді. Біз бірден екі жақтағы қазақта социализмге өттік. Қытайдағы қазақтарда, Ресейде. Бұлар бардықта біз болыстық түзімді жойып, жаңағы социалистік түзімге кірдік. Одан кейін де бізде болыс сияқты ауылдың директорлары, әкімдері басқарды. Сондықтан біз капиталистік идеяға үйлесе алмай келе жатқан себебіміздің ең түбегейлісі осы. Енді заман дамып, бүгін 21 ғасырға келген кезде ұрулық түзімде мен, мысалы мен әкем, шешем Қаракерейдің мұрыны, Келдіғұл Қажы деген атақты Семейде атам болған нағашы атам, бай. 30 жылы Жаңғызұлын, Көбен деген ұлын атамыз дегенде осы менің шешемді 1 жасында алып қашып кеткен, 31 жылықта. Сол келді, енді мен өсіп өніп келіп, біз Семейді босатып аламыз, менің атамның байлығын жері деп айтуға болмайды ғой. Сол себепті мемлекеттің жағдайы қалай қоныстанса, қай жерге, мысалы қалаларды айтайық, Астана қаласын. Бұған арғындар қоныстанған бұрын осы ұрудан басқасы келмесе болмайды деп айтуға болмайды. Сондықтан ұрулар біз бүгінгі дәуірде бірлесіп 300-ге бөлінгенді, қазақ ежелден айтып кетті, бөлінгенді бөрі жейді деп. Егер біз дамимыз, мемлекетті осы заманданған мәңгілік ел жасаймыз десек, ешқашанда ұруға бөлінбеуіміз керек. Ұрлық санадан қашан жоғалғанша ұлылық сананы адамзаттық санақы, яки болса қазақи санаға жеткізгенде біз... Аға, қазір айтатын ғой, қазақтар руға бөлінбейді дейді, рулардан құрастырылады дейді. Құрастырылады. Біз бұрын рудан келгенбіз, оның жақсы жері қай жерде. Әлем бізден үйреніп жатқан жерін айтайын. Жеті атаны. Жеті атаның қан тазалығы үшін қолдандық. Бөлшектен үшін қолданғамыз жоқ. Міне әзір кейбір ұлттар, кейбір мемлекеттер біздің сол қан тазалығымызды үйреніп жатыр ма? Үйреніп жатыр. Кейбіреулер айтады, сүндетте ол мұсылмандықтың, оны қазақ халқы тазалықтың бір нәрсесі ретінде бұрын қабылдап келген. Оны әлем үйреніп жатыр ма? Үйреніп жатыр. Міне бізде. Аға, енді тағы бір сұрақ және сіз айтып кеттіңіз ғой, социализм туралы енді. Мен өзім жалпы осы постта жазам, кейде мына видеоны айтып жүргем. Қазақтар елгіден айтқанда көшпенді социализм болды деп. Демек, бай мен
кедей бірге көшкен, жайлау болсын, қыстау болсын, бірге бүкіл қиындық көтерген деп. Демек, мына қазір 21 ғасырда дамыған елде, Европа қарасақ, онда бәр жерде социал демократия болып жатыр. Мына Израильда кибуци деген нәрсе бар. Европада коммуна деген адамдар әрбір поселоктары, ауылдары коммуна деп бөлінеді, сөйтіп өздерінің бастығын сайлайды, әкімін сайлайды, сөйтіп өмір сүреді. Ал қазақта ол бұрыннан бері болған. Демек, менің ойымша, қазақтар социал демократиялық елге ең жақын халық деп. Өзінің табиғи, тарихи өмірімен. Енді бұл жерде көшпенді ұлттарға жатамыз. Көшпенді ұлттардың өзінің жаңағы заңы болған, тәртібі болған, даму жолдары болған. Біз соған байланысты демократияны ең жоғары қабылдағанбыз. Мысалы, ауыл әкімі демей қойық, біз ұрудың әкімі, сол кездегі ұрудың болыстары аудан әкімдерімен дәрежелес мәнсепті болды. Біз ауыл құрып әуре болмай-ақ, сол жаңағы өзіміздің қалыптасқан, мысалы, Найман ұлысы басқарды, ар жағында оның болыстары аудандарын басқарды. Ол кейін социализмге келгенде жаңағы гумшаласу, аудандасу, облыстасуға өзгерді. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар, сіз айтқатын. Біз жаңағы сол ұрулық түзімде не міндеті болды? Болыстардың жетімін жылатпайды. Жаңағы сіз айтқан. Байлар мен кедей бірге отырады. Асар бар. Асар, ол жерде олар, сол болыстар ол халқын үйден кенде қылмау керек. Ішіп жемнен кенде қылмау керек. Жетімін жылатпау керек, жесірін жылатпау керек деген олда заң бар. Сол бойынша атқарып келді. Бүгінгі күндерде, әкімдерді айтайық. Мен айтар едім, әкімдерге қоятын ең үлкен талаптың біреусі, мысалы, бір ауданның әкім болдыңыз ба, сіз сол ауданда жетімді жылатпауыңыз керек. Жесірін жылатпауыңыз керек. Халықты жерсіз, күйсіз, үйсіз қалдырмауыңыз керек. Халықты қамқор жасап отыруыңыз керек. Әкімге қойылатын бірінші талапты осыны қою керек. Сен облыс әкіміне бағынуың керек, парламенттің сөзін тыңдауың керек, мемлекеттің сөзін тыңдауың керек. Ол әрине керек шығар. Бірақ сіздің міндетіңіз халықты асырау. Қараңыз, қазақта ежеден келатқан адат деген бар. Адат, соның жеті жарғы пайда болды. Қазір қарасаң, қазіргі заманда дамыған елдерде салыстырмалы түрде қарасақ, сол бұрын біздің ата-бабалар өте данышпан адам болған. Бәрі дұрыс делінген. Сіз айтып отырған сөзді оны дәлелдеп отыр. Енді қалай ойлайсыз? Болашақ Қазақстанда, жаңа Қазақстанда сол заң түрде, сол бұрынғы адатқа қайтсақ? Жоқ. Егер қазақ мемлекетін жаңағы бұрынғы бойынша біз болыстық түзімбе яки болмаса жаңағы осы түзімге саламыз десек, онда дұрыс болмайды. Себебі адамзат бұрын бізде самолет болмаған. Дамып барады. Ракета болмаған, атом болмаған, машина болмаған. Дамуға ілесуіміз керек. Егер біз дамуға ілеспесек, көш артында қаламыз да құримыз. Түсіп тұр. Мәселе басқада ғой. Мәселе Жапон елге қалайық. Рухын сақтаған халық дамыған ел болады. А рухын сақтамаған ел, ол құлдыққа кетіп қалады. Ал рух неден басталады? Тілден басталады. Ал енді осы жерде ол тіл ғана емес. Бір тіл, салт дәстүр. Бірінші тіл, мысалы. Екіншісі біздің үлкен территориямыз. Қазақтың мынау жері, мынаның бір сүйем топырағы біздің Американың яки болмаса Қытайдың алтынынан да артық. Осыған жанымызды беруіміз керек деп тәрбиелеуіміз керек ұрпақты. Екіншісі, мынау жаңағы конституцияға өзгеріс енгізген жатырмыз ғой. Жер халықтікі, байлық халықтікі. Бұдан айырылсаң халқың, ұлттың келешекте жоқ болады деп, кембағал болады деп түсіндіруіміз керек бала-шағаға. Сонда ол жерді қорғайды ғой жаңағындай. Үшіншісі, жаңағы сол жерді, сол байлықты ат төбелінде адамдар емес, мемлекеттегі жасап отырған ұлттармен бірге негізгі мемлекеттің иесі болып отырған қазақ халқының ғылымын дамытуға, балаларын тәрбиелеуге, осы заманданған ғылымға жетістірген адамдар тәрбиелеуге жұмсасақ,
ол жаңағы идея табиғи түрде отаншылдық идея қалыптасады. Екінші мәселе бар. Мысалы біздің әрқайсы адамымыз, біз туымызды неге көтереміз? Мемлекет туын сүйіп үйрену керек. Мемлекет басшысы болғанда ант береді, туды сүйіп. Әрбір қазақ азаматы ант беру керек, осы тудың астында өлуге дайынмын деп. Сіз Таңжарық журналды шығарасыз, және бас редакторысыз. Оны сізге біреу қаражат бере ме? Или өз қалтаңыздан шығарасыз бұны? Бұны жақсы қойдыңыз. Жаңада айтып кеттім, шетелден келген 1,5 миллион қазақ бар. Осының ішінде керемет ұлы ақындар, композиторлар бар. Келген. 200 ақын бар. Келмегенін айтпай-ақ қойын. Мысалы Таңжарық деген ақынды өздеріңіз білесіздер. Ол шығыс қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі және бірегейі. Осы кісі осы жерге келді, оның мінекей әзір 200-ден артық деп айтайын, жазушы, ақын, композитор, әншілер келіп отыр. Олар бәрі жазушылар одағының мүшесі ме? Ал енді бұларды жазушылар одағына кіргізейік десе, жазушылар одағы айтады, ана шарты келмейді, мына шарты келмейді, 3 кітап шығару керек, 2 кітап шығару керек, өнен кейін біздің ақындар керемет жазады, мына ақындар жаза алмайды. Ондай емес, әдебиетті менше сол айтқан адамдар түсінбейді деп ойлаймын. Сонда олар ақындарды бөліп отыр ма? Қандастар бөлек? Егер олар жаңағы біздің мемлекетіміздегі журналдарда өлеңі жарияланып, жаңағы несі уағында ұйымдарға қабылдап отырса, ол мұндайды қажеті де жоқ еді. Соған байланысты біз Таңжарық журналын шетелден келген әзір 100-ден 200-ге тарта ақын, жазушы, композиторлар бірлесіп шығарып отырмыз. Жеке қаражатпен. Енді мен өкіметке айтып... Көшігөн болсын, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы ешқандай бір тиын бермей ме? Жоқ, олардан алмай-ақ қояқ. Ақпарат министрлігінің астында бүткіл ақпаратты қаржыландыратын тендерный комитет бар. Олар мемлекеттен 50-60-қа жарта журнал шығады. Газет журналдар бар, біреусі өкіметті мақтайды, біреу жамандайды. Соларға тендер береді, қаражат береді. Шетелден келген 1 миллион қазақ және 42 елге таралатын Жаңғыз Таңжарық журналы бар. Олар және ақындарды қанағаттандырудан сырт шетелден келген қандастардың отанға бейімделу мәселесін көтеріп, солың ішіне 2 бет ашып отырмыз, көш деген. Сол көште қалай бейімделу керек, солтүстікке барса не болады, ықтияр қатты азаматтықты қалай алады деген жазып отырмыз. Осыған келгенде біздің қадамы баспай, бізге тендер бөлмейді. Яки біз ала алмаймыз. Неге? Бүйтіп айтуға болар еді ғой, ол кісілер грапаны толтыра алмайды, тендердің жағдайын жақсы білмейді. Сондықтан бір фонд жазып, осыларға 5-6 миллион болса да жылда бөліп отырайық, ғана қазақтарға пайдасы тисін деп бөлуге болар еді ғой. Мен хат жазып, ешкімге ұқтыра алмадым. Демек, Конституция жазып тұр, халықты ешқандай бөлуге болмайды деп. Сословный рознь дейді ғой. Ол бізге сөйтіп айтады. Сонда бөлініп тұр ғой. Қазақ азаматы мен қандастар деп. Олар бізге бөлмейміз дейді. Сіз бізге жіберіңіз, біз шығарамыз, жақсы болса біз сөйтеміз. Өз жерде роман жазған, өлеңмен роман жазған ақындар санаулы. Біздің өз жерде менің қолымда тұр роман жазған, дастандардан 5-6 жазған жігіттер жазушылар одағына кіре алмай отыр. Яки болмаса бір әніменен танылып отырған. Мысалы мен айтмадым, менің бір өлеңім үшін бүткіл Түркия өзі, бір аға өлеңім үшін Түркия несіне қабылдап отыр, жазушылар одағына. Еуразия жазушылар одағына, әйгілі адамдардың журналына шығарды. Кеше ғана әлем дүниежүзі журналистер одағының мүшесі болдым, осы Таңжарық журналыменен. Ал енді жазушылар одағына яки басқа одаққа барсаң, сіздің анауыңыз тура келмейді, мұны өлеңіңіз тура келмейді, ақындар комиссия бүйтті, сөйтті, сылтау. Менше ол дұрыс емес деп ойлаймын. Тура жүрегімді ауырттыңыз ғой менің. Мейлі ол керек емес, маған ондай Таңжарық ешқашанда ондай одаққа кірген емес қой. Мен өзім журналын шығарып, өстіп не қыла берейін. Сонда бәрі өтірік болып шығып тұр ма? Әр қазағың жалғызым деп. Жүрегімді ауырып тұрдыңыз ғой. Егер қазақ жаңғыз болса, неге олар қазақ бізге жаңағы тендерден бізге бірдеңке бөліп бермейді?
Олар айтады, жаңа сіз сөзге айтқан конституцияда бізде бөлуге болмайды, бізде өйтуге болмайды, сізге оған келсе тендерден өтсеңіз береміз дейді. Тендерде ондай тармақ жазылып қойылмаған. Сосын біз ала алмаймыз. Жазып қой, жаңа көші-қонды да айтып отырмыз. Жарайды аға, әңгімеміз өте қызықты болды. Және көрерменге де ұнады деп ойлаймын. Бірақ біраз өзекті мәселелер көтердік. Сенем президент әкімшілігі де, үкіметтегі отырған азаматтар да бәрін естіп, осы көтерілген сұрақтарға жауап береді деп. Ал жауап берілмесе, демек ештеңке өзгермеді. Демек ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Демек шенеуніктер Тоқаевқа қарсы шығып отыр, бүкіл саботаж жасап отыр деп ойлаймын. Жақсы болса еді, жоғарыда отырған азаматтар Қасым-Жомарт Кемеловичқа өзіне осы біз видеоны жеткізіп, немесе осы көтерген мәселелерді нақты түрде жеткізсе, бақандай 1,5 миллион қандастарымыз туған жеріне қайтып, осындай қиыншылық көріп отыр екен. Аман сау болыңыз. Аға, сізге көп рахмет. Әлі кездесеміз деп ойлаймын. Сіздерге де рахмет.